топ 3 жайдарманшы. Қамат Әлжапаров. Мысалға, Марат Достаев. Мен қоямын. Аға буын әлі күнге дейін жайдарманда жүрген ағамыз қой. Басынан жүрген. Мысалға, Ғазиз бар, Нұрболхан бар, мысалы, топтардан топ 3. Ну, кім? Енді нәтиже бойынша орада Ғазиз кіреді. Потому что чемпион. Так, Нұрболхан да өте одаренный актер. Ол сияқты актерлар көп. Екінші планның ойыншылары ұнайды маған. Негізі, мысалы, Азамат фильмінде актер второго плана идеальный. Тандем ғой, есет екеуі. Маратпен кім тандем, Нұрсұлтан тандем, сондай сияқты да. Наурыз, мысалға, байдың балдарында да. Өте андай әдемі өтеді. Кімдегі, элементтегі Айдар. Қандай екінші неде қалай ойнатады. Ол өте үлкен нәрсе. Екінші планнан ойнатып беру деген бар ғой, лидеріңа жұмыс істеу дегенше. И сол жағынан сондай жігіттерді, мысалы, мен андай тоже бір бөлек башқым келеді да. Актер второго плана дейтінше, ол көрінбейтін жұмыстың адамдары ғой. Елжан любойынан мықты актер кісі. Просто әлі өзін көрсеткен жоқ, әлі ашылған жоқ. Нұрс қандай күлкілі адам. Олар қазір ғана ашылып келе жатқан сияқты. Нұрс қазір енді жақсы кино саласына прям баспен кірді. Да. Мощно.